Оқушылар, келесі мағлұматтарды есте сақтаңыздар. Қазақ тілінде сөздің ұғымы дөрекілеу, көңілге тиетіндей болып келген жағдайда басқа сөзбен алмастырыла айтыла береді. Мұндай кезде мағынасы тұрпай сөздің орнына сол ұғымды жұмсартып, жеңілдетіп, жұмсақ сөздер қолданылады. Мұндай сөздер тіл білімінде эвфемизм деп аталады. Ендеше кеңірек мәлімет бере кетейік. Эвфемизм мағынасы тұрпайы дөрекі сөздерді сыпайылап айту. Мысалы, өтірік айтпа деудің орнына қоспай айт. Мылжың деудің орнына сөз уарлау деу керек. Адам қайтыс болғанда өлді демей, бақиға аттанды, дүниеден өтті, дүние салды деген сөздер қолданылады. Яғни өлді деген құлаққа тұрпайы естіле, сондықтан бақиға аттанды, уақыты тоқтады деген сияқты жағымды сөздермен алмастырамыз оқушылар. Дисфемизм мағынасы жағынан эвфемизмдерге қарама-қарсы құбылыс. Дисфемизм кеміту, қорлау, жаратпау ұғымын тудырады. Мысалы, боқ, мұрын, ынжық неме, ақмақ, тағы басқа сөздерді жатқызуға болады. Дисфемизмдер әдеби тіл нормасына жатпайды. Яғни қандай да бір көркем шығарманы жазу барысында бұндай сөздер қолданылмай, тек қана диалогтарда кейіпкердің аузына ғана салып береді. Яғни кейіпкердің қандай адам екенін көрсету мақсатында ғана қолданылады.